Шахмат сүйер көрермендер, бүгінгі біздің видеомызда өзімнің бір ойындарымның бірін талқылауды жөн көрдім. Сіздер үшін де қызық болады деп ойлаймын, және де сіздерге бір пайдасын тигізеді деп ойлаймын. Рапид ойыны 10 минуттан беріледі. Анализ көрсетсек болады. Яғни бірінші мен d4, яғни ферздің алдын ашып жабық ойынға көштім. Көбінесе мен ақпен осылай жабық ойынды жөн санаймын. Себебі e4 көбінесе, мысалы e4-ті жүретін болсақ, бұл жерде бірден ашық ойын, мінекей аттар шығып, ортаға бірден пешкаларға бірден атакалар кетеді тағыны. Яғни шабуыл жасалынып, ойын өте ашық түрде және өте тартысты түрде болады. Бұл жерде теорияны жақсы білмесең, көбінесе ойынның басында-ақ фигурадан немесе пешкадан айырылып, немесе тез арада мат қойып кету мүмкін. Сондықтан әзірге шахматты қатты жақсы ойнай алмасаңыздар, осылайынан d4-ті жүрген деп ойлаймын. Бұл жақта да енді көптеген теориялар бар. Енді мен көбінесе өзімнің жақсы көретін осылай ақ слонды шығару арқылы, ақ пілді шығару арқылы бірден осылайынан лондондық системаға көшемін. Себебі бұл жерде осылайынан жауып тастаймыз пешкамен. Пешкалар болса үшеуі, үш пешка жабылып бір-бірін қорғап тұрады. Және де біздің піліміз бірден сондай ыңғайлы орынға шығады. Ол да бірден менің ақ пілім өте мықты екендігін көріп, оны тез ауыстыруға ниет білдіріп жатыр. Бірақ мен мына жерде ауыстырмай, артта ауыстырсақ, яғни ол егер мысалы менің офицерімді жейтін болса, яғни пілді мен пешкамен жеп өзімнің ладьямның алдын ашып аламын. Сондықтан да осы жерде біз пілді артқа қарай жүргізгеніміз дұрыс. Енді жеуге де болады, бірақ жесек ол жерде оның орталық пешкалары, міне ортадағы үш пешкасы өте мықты болады. Сондықтан бұл жерде жемеген жақсы. Енді әрине жеусе де болады, бірақ енді артқа шегіну дұрыс. Немесе кейде мен атпен алдын осылай шабамын. Бұлай да ойнаған кездер бар. Бірақ ол көбінесе өзінің атын да бұлай ортаға қойып, одан кейін мысалы мен ақ пілді шығарсам, ол мені пешка арқылы осылай атымды қуы мүмкін. Әрине бұл жерде бірден қуа алмайды, себебі менде ферзь мына жерде шах бар. Жалпы осындай ойын жасауға болады. Сондықтан енді мен бірден лондондыққа көштім, енді артқа шегендім. Одан кейін ол өзінің пілмен емес, атпен менің пілімді ауыстырмақшы. Бірақ енді мен бұл жерде ештеңе жасаған жоқпын, басқа фигураларды шығарып, яғни ойын жалғастырдым. Яғни өзімнің ақ пілімді атқа ауыстыруға разымын десек болады. Одан кейін ары қарай бірден осындай дерзкий дейді ғой, дерзкий қоттарын жасап жатыр. Яғни пешкаларын бірден алға қарай сермеуде. Одан кейін мынау ақ пілді шығарған уақытта, яғни ол мысалы басқа бір ход жүретін болса, бұл жерде бұлай ауыстыруға болады. Бірақ бұл да бір тиімді деп айтуға болмайды, мына жауып тастаса, яғни біздің ақ піліміз қамалып қалады. Сондықтан бірден пешкісін алға жүрді. Ары қарай мына атты осылай қоюым жақсы ход емес екен. Бұл жерде пешкісін жеп, пешкаларды ауыстырған жақсырақ дейді. Бірақ мен осы жерде жоспарым не болды? Менің мен ферзь шығару болды. Яғни ол қандай да бір мысалы ход жүретін болса, мысалы мен ферзді мұнда шығарғым келді ма, сондай бір ой болды. Немесе мына жерге, мына пешкаға шабуыл жасауға болады. Осындай сияқты бір кішігірім жоспармен атты жүрдім. Бірақ ол ферзісін шығару арқылы мен осы уақытта лакировка жасап тұр. Бірақ мен екінші атты қойдым. Бұл да жақсы ход емес, бірақ ферзісін қайтып кетуіне мәжбүрледім. Осы уақытта мен бір қателескенім, мұнда кейіннен көрдім аттың мені қамалып қалған екенін. Яғни атты былай жүретін болса, атта ешқандай кететін орын жоқ. Бұны көрдім, және де мен қарсыласым да бұны көрді. Осы жерде мен атымды құрбан еттім, жертва жасадым. Яғни маған не нәрсе бұл жерде плюс, бұл жерде мен оның королін блокировкадан айырам.
яғни оның королі жаңағындай гулять ететін болады. Мінекей, тем более ол ортаға қойып тастады. Негізінде корольді оған мына жаққа қой деп тұр, оң жаққа қарай, F-дің бойына қарай қой деп тұр. Бірақ ол корольді ортаға қарай алып келді. Ал бұл ортаға қарай келу негізі жақсы емес. Қазір көресіздер, мінекей мен үлкен лакировка жасадым, және де менің ладьяларым уже екеуінде алды ашық, және де оның королі ортада. Бұл қауіпті. Бірақ қараға плюс минус 2 беріп тұр қазір. Қара егер де дұрыс ойнайтын болса, бұл жерде жеңіс қарада болу керек еді. Бірақ қара бұл нәрсені жасай алды ма? Мына жерде ферздің ең жақсы хопты табылған екен. Артқа шегіндім. Бұл жерде король, міне корольден уже С-ге қарай кету керек еді, бірақ ол айтылып ортада жүр. Міне осыны пайдаланып, мен де жақсы ең дұрыс хопты тапқан екен мына жерде. Яғни корольдің алдын ашу, жоспар, бұл бәріне де түсінікті. Мына хопты да міне ең жақсы хопты да тапқан екен. Бірақ әлі де қарасаңыздар, негізі қараның несі өте жақсы. Яғни қара менің бір атымды жеген, сондықтан бір фигура артық. Сондықтан да әлі де қара бұл жерде фаворит болып, яғни бірінші нөмірде әлі де қаралар ойнау керек еді. Мына пешканы жеп, өзін ферзіні F5-ке қойса, бұл жерде бәрі қараларда дұрыс екен. Бірақ ол пешканы қимады ма, корольдің алдын ашқысы келді ма? Осы кезде маған 1-ден плюс 8, 9 жарым беріп тұр. Одан кейін де бәрін дұрыс жасаппын. Және де мына жерде атпен осындай корольдің ортада тұрған жерінен мат қойған екен. Яғни еге қарай жүре алмайды. Е8-де менің ақ пілім қорғап тұр. С-ның бойын ферзь, Д-ны ладья. Сонда барлық жер жабық. Яғни корольдің ортада қалып кетуінің зияны осы жерден көрсек болады. Мінекей осындай қызықты ойын. Лондондық система. Әрине лондондық системада мына жерлерде менде жақсы емес еді, негізінде орташа ойын еді. Тең ойын болатын негізінде. Әрине мен атымызды алып қалу мына жерде. Бұл жерде негізі қаралар, әрине жеңіске тек қаралар ойнайтын жер еді. Бірақ ойынның аяғы осылай қателікпен аяқталды. Бұндай жерде әрине дұрыс жүру өте қиын. Бұндай моментте, бұндай сәтте көбісі қателік жібереді. Себебі жаңағындай точный ходты табу оңай емес. Осындай мат қойдық. Видео сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Келесі кездескенше.